Сәлеметсіздер ме? Мен Анар Махмуд қызымын. Зейнетақы жүйесінде мен 2000 жылы Атамекен зейнетақы қорында бэк-офис менеджері қызметіне бастадым. Қызмет барысында операциялық жұмыстармен және салымшыларды тартумен айналыстым. 2007 жылы директордың орынбасары лауазымында тағайындалдым. 2008 жылы өз қызметімді Республика зейнетақы қорында директордың орынбасары лауазымында жалғастырдым. 2014 жылы барлық зейнетақы қорларының бірегей қорға қосылуына байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында Шығыс Қазақстан облыстық филиалына операциялық бөлімнің бөлімшесіне бастығы болып орналастым. Қазіргі уақытқа дейін осы бөлімде қызмет атқарамын. Біздің қызметіміз қызықты да, қиын да. Зейнетақы жүйесі үнемі даму үстінде. Операциялық бөлімнің қызметкерлері осы өзгерістердің қақ ортасында жүреді. Біздің міндетіміз халыққа сапалы, кәсіби зейнетақы қызметін көрсету. Осы жүйеде 20 жылдан артық уақыт жұмыс істей отырып, мен өзімнің жас әріптестеріме кәсіби даму, жұмысқа деген құмарлық, қызығушылық және де төзімділік тілегім келеді. Ал салымшыларға келер болсақ, қаржылық сауаттылығын жоғарылатуға, келешекке зейнетақылық жоспар құруға кеңес берер едім. Тағы да жақсы, жоғары зейнетақылық жинақтар тілеймін. Рахмет.